Еліміздің мектептерінде оқу бітір шаралары ауқымды өтіп жатыр. Еліміздің биылғы ең ерекше түлегі қызылордалық Олжас Баймаханов. Мектепті нашар оқыған үшін 14 рет орыннан қалған ол, мектепті 30 жасында аяқтап отыр. Өзін туғанменен ақылын тумайсың ғой. Өзі 10 жылдың ішінде неше түрлі кәсіптер ашып, өзін көрсетіп жүрген бала. Баламыздың енді келешегіндегі өмір жолдары қалай болатын бір Аллаға аян нәрсе ғой. Мектеп табыларын аттағанда өзім практикант тұғымын. Бұл қабылдамадым ба, мен көп бере алмадым ба. Сөйтіп 10 жыл оқыттым. Бұның қатары депутат болып жатыр. Мен Олжас ақылды бала ғой. Енді бәрі 18 жастарында бітіріп кетті ғой оқуды. Одан кейін сауда көрдім, әйтеуір үйдегілер құрал жағы, дәптер, ручка алып бермей қойды. Сонымен тірлігім істеп, өзім қазір құлагер КЗО деген вулканизатор ашып алдым. Енді қазір выпускной қалай болатынын білмей тұрмын, сөзін тазасы. Мен 30-дамын, алар әлі пацан 16-та щегол әлі. Білмеймін, енді көреміз. Енді соңғы 14 жыл мектепке смотрящий болдым ғой енді. Гребщина, әйтеуір ана-мына тірліктер бар. Енді ең қиыны бұл жерде қыздарға тиісе алмайсың енді. Олар жастар 18-ге толмаған, мен 20-дан асып баратырмын. Сол енді бір жақсы университетке түсіп шығарым деп тұрмын, енді қабылдаңыздар. Сабақбек Оқымаев, Миссис Гүл Магасова, Перовск телеканалы.